Келіннің келін болып түсе сала өзіне артылған міндеттері бар. Таңертең ерте шай қою, дастархан жайып шай беру, үй тазалығы, ауылды жерде ошақ басындағы қызметі, мал жайғастыруы, сиыр сауып, күбі пісу. Келін болып түскен күннің ертеңіне ақ таңертеңгісін осы тірліктерге араласпас бұрын ізеттілік көрсетіп, ата-енесіне тізе бүгіп, сәлем салады. Келін үлкендер алдында орамал тартып жүреді. Ол да үлкендерге көрсеткен құрмет. Келіннің жанұядағы қызметі мен әдептілігінің белгісі ата-енесіне, қайын жұртына деген құрметі мен сәлемі. Бет ашар кезінен бастап сәлем салу басталады. Сәлемді ата-баба салтымен иіліп немесе тізесін бүгіп салады. Ал сәлемге ие болған адам бақытты бол балам деп ықыласын білдіреді, немесе қарт аталар мен аналар жас келіннің маңдайынан иіскеп бақыт пен берекет тілейді. Жас келін бір үйдің берекесін кіргізетін болашақ ана болғандықтан ата-ене үйлі жайлы болып, бала шағалы болуларына үлестерін қосады. Жақсы келін қызыңдай, жақсы күйеу ұлыңдай деп қазақ аналары бекер айтпаған. Құрметті ақтөбеліктер, баршаңызға Наурыз мейрамы құтты болсын. Қазақтың ұлттық салт-дәстүрлерін әрқашанда дәріптеп жүру. Сәлем салу челленджін Шалқар ауданының келіндеріне жолдаймын.